Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз нөмірі 20-шы сабағымызды бастаймыз. Өзіңді тексер. Сандарға амалдар қолдану, есептер. Сен өрнектер құруды, бір танбал және екі танбал сандарды разрядтан аттап қосу және азайтуды, санды және әріпті өрнектердегі амалдарын орындау ретін анықтауды, жай есептерді шығаруды үйрендің. Бірінші есеп. Мәндері 12, 14, 16, 18 сандарына тең, бірде екі қосылғыштан тұратын өрнектер жаз. Қосылғыштарды және қосындылардың мәнін пайдаланып, айырмалар жаз. Мысалы, 12 шығу керек дейді бізге. Ол үшін біздер мысалы 9-ға 3 қосатын болсақ, 12-ге тең болады. 3-ке 9 қосамыз, 12 болады. 12-ден 9 айтқан кезде 3 шығады. 12-ден 3 айтқанда 9 болады. Келесі, 8 қосылған 4, ол бізде 12-ге тең болады. 4-ке 8 қосқанда 12 шығады. 12-ден қосының мәнінен бірінші қосылғыш азайтамыз. 12-ден 8 алғанда 4 шығады. 12-ден 4 азайтқанда 8 болады. Келесі, 7 қосылған 5, 12-ге тең болады. 5-ке 7 қосқанда 12 шығады. 12-ден 7 азайтамыз, 5 болады. 12-ден 5 алғанда 7 болады. Келесі бізде 6-ға 6 қосамыз, 12 болады. 12-ден 6 азайтқанда 6 шығады. Келесі бізде 14 шығу керек. Олай болса, 9-ға 5 қосамыз, 14 болады. 5-ке 9 қосқанда 14 шығады. 14-тен 9 айтқан кезде 5 болады. 14-тен 5 алғанда 9 болады. Келесі, 8 қосылған 6, 14-ке тең. 6-ға 8 қосқанда 14 болады. 14-тен 8 айтқан кезде 6 шығады. 14-тен 6 айтқанда 8 болады. 7 қосылған 7, 14-ке тең. 14-тен 7 айтқанда 7 болады. Келесі, 16 шығу керек. Олай болса, 9-ға 7 қосамыз, 16 болады. 7-ге 9 қосқанда 16 шығады. 16-тан 9 азайтқан кезде 7 болады. 16-тан 7 азайтқанда 9 шығады. Келесі бізде 16 шығу үшін 8-ге 8 қосамыз. 8 қосылған 8 16-ға тең. 16-тан 8 алғанда 8 болады. 9 қосылған 9 18-ге тең болады. 18-ден 9 алғанда 9 шығады. Екінші есеп, 14, 15, 16, 17 сандардың қосылғыштарының бірі 9-ға тең, 2 бір таңбалы қосылғыштардың қосылыс түрінде жаз. Қосылғыштарын және қосындылардың мәнін пайдаланып, бір айырмадан жаз. 9-ға 5 қосқанда 14 болады. 5-ке 9 қосқанда 14 шығады. 14-тен 9 айтқан кезде 5 болады. 14-тен 5 алғанда 9 шығады. 9 қосылған 6 15-ке тең. 6-ға 9 қосқанда 15 болады. 15-тен 9 айтқан кезде 6 болады. 15-тен 6 айтқанда 9 шығады. 9 қосылған 7 16-ға тең. 7-ге 9 қосқанда 16 болады. 16-тан 9 айтқан кезде 7 болады. 16-тан 7 айтқанда 9 шығады. 9 қосылған 8 17-ге тең. 8-ге 9 қосқанда 17 болады. 17-тен 9 айтқан кезде 8 болады. 17-тен 8 айтқан кезде 9 шығады. Үшінші есеп, санды және әріпті өрнектерді тап, оларды жаз. Санды өрнектер 45 қосылған 50 және 67 азайтылған 9. Ал әріпті өрнектер 23 азайтылған А және Б қосылған 5. Төртінші есеп, қосындылардың мәнін тап. 7-ге 14 қосамыз. Қосылғыштарын орнына ауыстырайық. 14 қосылған 7 деп жазамыз. 7-ні біздер 6 және 1 деп жазамыз. 14-ке 6 қосқанда 20 болады. 20-ға 1 қосқанда 21 шығады. 9 қосылған 40. 49-ға тең болады. 23 қосылған 8. 8-де 7 және 1 деп жазамыз. 23-ке 7 қосқанда 30 болады. 30-ға 1 қосқанда 31 шығады. 92 қосылған 5. 92-ні 90 және 2 деп жазамыз. 2-ге 5 қосқанда 7 болады. 90-ға 7 қосқанда 97 шығады. 74 қосылған 9. 9-ды 6 және 3 деп жазамыз. 74-ке 6 қосқанда 80 болады. 80-ге 3 қосқанда 83 шығады. 50 қосылған 27. 27-ні 20 және 7 деп жазамыз. 50-ге 20 қосқанда 70 болады. 70-ке 7 қосқанда 77 шығады. 28 қосылған 36. 28-ді 20 және 8 деп жазамыз. 36-ны 30 және 6 деп жазамыз. 20-ға 30 қосқанда 50 болады. 8-ге 6 қосқанда 14 шығады. 50-ге 14 қосқанда 64 болады. 82 қосылған 14. 82-ні 80 және 2 деп жазамыз. 14-ті 10 және 4 деп жазамыз. 80-ге 10 қосқанда 90 болады. 2-ге 4 қосқанда 6 шығады. Қосқан кезде 96 болады. 6-шы есеп, кестені толтыр. Біздер бұл жерде 9-ға 2-ні қосамыз, 11 болады. 9-ға 3 қосқанда 12 болады. 9-ға 4 қосқанда 13. 9-ға 5 қосқанда 14. 9-ға 6 қосқанда 15.
9-ға 7 қосқанда 16, 9-ға 8 қосқанда 17, 9-ға 9 қосқанда 18 болады. Келесі. 8-ге 2 қосамыз 10, 8-ге 3 қосқанда 11, 8-ге 4 қосқанда 12, 8-ге 5 қосқанда 13, 8-ге 6 қосқанда 14, 8-ге 7 қосқанда 15, 8-ге 8 қосқанда 16 болады. Келесі, 7-ге 2 қосамыз 9 болады, 7-ге 3 қосқанда 10, 7-ге 4 қосқанда 11, 7-ге 5 қосқанда 12, 7-ге 6 қосқанда 13, 7-ге 7 қосқанда 14 болады. Келесі, 6-ға 2 қосамыз 8 болады, 6-ға 3 қосқанда 9 болады, 6-ға 4 қосқанда 10, 6-ға 5 қосқанда 11, 6-ға 6 қосқанда 12 шығады. Жетінші есеп, өрнектердің мәнін тап. С қосылған 9, мұндағы С 31-ге тең. С-ның орнына 31-ді қоямыз. 31-ді 30 және 1 деп жазамыз. Бұл жерде 1-ге 9 қосқанда 10 болады, 30-ға 10 қосқанда 40 шығады. 80 азайтылған 42. Біздер бұның орнына 80-ді қоямыз. 80-ді 70 және 10 деп жазамыз, ал 42-ні 40 және 2 деп жазамыз. 70-тен 40 азайтқанда 30 болады. 10-нан 2 алғанда 8 болады. 30-ға 8 қосқанда 38 шығады. 8-ші есеп, өрнектердің мәнін тап. 78 азайтылған 18 қосылған 36. 78-ден 18-ді азайтамыз, 78-ді 70 және 8 деп жазамыз, 18-ді 10 және 8 деп жазамыз, 70-тен 10 азайтқанда 60 болады, 8-де 8 алғанда 0 шығады, жауап 60-қа тең. 60 қосылған 36, 36-ны 30 және 6 деп жазамыз, 60-ға 30 қосқанда 90 болады, 90-ға 6 қосқанда 96 шығады. 17 қосылған 25, 17-ні 10 және 7 деп жазамыз, 25-ті 20 және 5 деп жазамыз, 10-ға 20 қосқанда 30 болады, 7-ге 5 қосқанда 12 болады. Қосқан кезде 42 шығады. 42 азайтылған 23. 42-ні 30 және 12 деп жазамыз, ал 23-ті 20 және 3 деп жазамыз. 30-дан 20 азайтқанда 10 болады. 12-ден 3 алғанда 9 болады. 10-ға 9 қосқанда 19 шығады. Бұл жерде біздер жақшат амалды орындаймыз. 35-ке 18-ді қосамыз. 35-ті 30 және 5 деп жазамыз. 18-ді 10 және 8 деп жазамыз. 30-ға 10 қосқанда 40 болады. 5-ке 8 қосқанда 13 болады. 40-қа 13 қосқанда 23 болады. 91 азайтылған 53. 91-ді 80 және 11 деп жазамыз. 53-ті 50 және 3 деп жазамыз. 80-ден 50 азайтамыз. 30 болады. 11-ден 3 азайтқанда 8 болады. 30-ға 8 қосқанда 38 шығады. Келесі 69 қосқан 13. 69-ды 60 және 9 деп жазамыз. Ал 13-ті 10 және 3 деп жазамыз. 60-қа 10 қосқанда 70 болады. 9-ға 3 қосқанда 12 болады. 70-ке 12 қосқанда 82 шығады. 82 азайтылған 47. 82-ні 70 және 12 деп жазамыз. 47-ні 40 және 7 деп жазамыз. 70-тен 40 азайтқанда 30 болады. 12-ден 7 алғанда 5 болады. 30-ға 5 қосқанда 35 шығады. 9-ші есеп, есепті шығар. Айнашта 26 қарындаш бар, ал дәптерлердің одан 4-еуі артық. Айнашта неше дәптер бар? Қарындаш 26, дәптер қанша екені белгісіз, бірақ 4-еуі артық дейді. 26-ға 4 қосамыз, 26-ны 20 және 6 деп жазамыз. 6-ға 4 қосқанда 10 болады, 20-ға 10 қосқанда 30 болады. Жауабы Айнашта 30 дәптер бар. 10-ші есеп, есепті шығар. Мәдинада 70 теңге болды. Ол 56 теңгеге тоқаш сатып алды. Мәдинада неше теңге қалды? Болды 70 теңге, сатып алды 56 теңгеге, қалды қанша теңге? 70-тен 56 азайтамыз, 70-ті 60 және 10 деп жазамыз, 56-ны 50 және 6 деп жазамыз, 60-тан 50 азайтқан кезде 10 болады. 10-нан 6 азайтқанда 4 шығады. Қосқан кезде 14 шығады. Жауабы Мәдинада 14 теңге қалды. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.